Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Кекс дайындау үшін бізге 2 жұмыртқа, қант, жылы сүт, сұйық май, қопсытқыш және ұн қажет болады. Барлық заттарды қосып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң 1 шай қасық қопсытқышымызды ұнға жақсылап араластырып, өңделгіштің көмегімен қамырымызға біртіндеп қоса отырып, жақсылап араластырып аламыз. Мынадай қою, жылтыр қамыр дайын болды. Ал енді арнайы кекстің ыдыстарына 1 ас қасықтан салып шығамыз. Менің ыдыстарым кішкентай болғандықтан мен 1 ас қасықтан салдым, ал егер сіздерде үлкен болса, 2 ас қасықтан салсаңыздар болады. Алдын ала қыздырып қойған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Кекстарымыз дайын болды, өте жұмсақ, тойымды әрі оңай дайындалады. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын!